Біз алдыңғы сабақта жалпы айнымалы ұғыммен таныстық. Сол жерде біз негізгі типтермен таныстық. Бұл бізде сан типі болды, string типі болды, яғни строка, булендық тип деген сияқты, undefined, null сияқты типтермен таныстық. Алдыңғы сабақтарда біз бұйырса осылармен жеке-жеке тоқталамыз, соған байланысты басты бір ерекшеліктерге назар аударамыз және жиі қолданылатын методтарға назар аударамыз. Ал сабағымызды бастайық. Көріп тұрғандай біз мына жерге өзіміздің сабаққа сай арнайы папканы жасап қойдық. Есімін, яғни атын string деп қойдық. Соның ішіне index.html бұл қарапайым структура. Мына жерге бастысы біздің JavaScript файлды жалғап қою. Ары қарай біздің main.js бұл жерде біздің JavaScript болады. Мынау осы жерде комментарий ішінде осы сабақта қарастырылатын, яғни конспект негізгі ұғымдар. Бірінші біз жалпы ұғыммен танысамыз, string қатысты. Соның ішінде оның ұзындығын алу үшін length деген біз свойствоны property'ні қолданамыз. Және келесі бір тақырыптар, группаларды біз, яғни осы бір stringпен жұмыс істеуге арналған методтар, иә. Барлық мысал ретінде барлық мәтінді жоғарғы әріпке аудар, яғни барлығы жоғары әріппен болсын, барлығы кішкентай әріппен болсын деген сөз, иә. Пробелді бөліп тастау, жеке-жеке осылай танысамыз. Ең бастысы бұл мынау трансформация методтары, іздеуге арналған методтар, яғни мәтін ішінен бір сөзді табу керек болатын болса. Келесі ол бөліп алу, мысалы үлкен мәтіннен бір сөзді бөліп алу, және де мәтінді басқа мәтінге алмастыру, яғни мысал ретінде біз мәтін ішінде бір басқа бір apple деген сөзді мысал ретінде банана сөзіне ауыстыру, алмастыру. Және concatenation деген сөз бұл, яғни екі тексті, екі мәтінді бір-біріне қосу деген сөз. Одан бөлек тағы да бір мынандай бір split деген методпен танысамыз. Ол біздің, яғни осы бір string форматындағы жасалған тізімді осы бір массивке бөліп тастау. Бұл қосымша болады. Оны құрайық. Мысал ретінде студенттің есімі болсын, студент name әсел. Алғашқы айнымалыны құрдық, string типінде, оның мәні әселге тең. Жалпы string деген сөз, ол яғни әріптердің string немесе мәтін, бұл әріптердің қосындысы. Қарап тұрсаңыздар, бізде мына мәтін сөз 5 әріптен тұрады. JavaScriptте бізде сол үшін арнайы свойство бар. Оның аты, яғни length деп аталады. Student name.length деп теретін болсақ, бұл бізге достар 5-ті қайтарады. Яғни мына бір сөзіміз 5 әріптен тұрады. Бір ерекшелік достар, мына жерде student name нүкте деп жазатын болсаңыздар, яғни string типіне қатысты барлық бірінші свойстволар көресіңдер, екінші барлық методтарды көресіздер. Біз солармен мына жерде жиі қолданатынмен танысатын боламыз. Келесі методтардың тобы ол трансформация үшін алған, яғни мына бір мәтінді өзгерту үшін. To uppercase деген сөз, яғни бұл метод мақсаты сіздің түпнұсқадағы мәтінді барлығын үлкен әріпке алмастыру, өзгерту. Student name to uppercase дейтін болсақ, бұл барлығын бізге үлкен әріпке ауыстырады. Әселі. Сәйкесінше бұл қарағым арсы to lowercase дейтін болсақ, яғни барлығын кішкентай әріпке ауыстыр деген сөз, әсел. Trim методының мақсаты, бұның мақсаты негізі бұл бастапқы, яғни пробелді мен соңында кезетін пробелді мәтіндегі алып тастау. Сақтап алыңыздар, басында кезетін және соңында кезетін пробелді алып тастау. Мысал ретінде тағы бір айнымалыны құрайық. Мысалы book name абай дейтін болсақ, және мына жерде біз пробел қоятын болсақ, бұны алып тастау үшін бізде арнайы метод ол trim дедік. Енді осы жерге book name нүкте trim деп жазатын болсақ, бұл яғни басында кездесетін және соңында кездесетін space'ті пробелді алып тастайды. Есесіне біз осындай абай деген сөзді ғана аламыз жалғыз. Келесі методтар, достар, бұлар яғни іздеу үшін арналған методтар. Мысал ретінде бізде үлкен мәтін болатын болса, сол мәтіннің ішінде бір сөзді табу керек болатын болса, бізге осы үш методтың біреуін қолдансақ болады. Мысал ретінде әр ерекшеліктері бар әрқайсының. Includes деген сөз үлкен мәтін ішінде бір сөзді іздеу үшін, немесе бір әріпті іздеу үшін арналған. Start with деген сөз бұл, яғни басында кездесе ме дейді бұл мәтінде, немесе end with бұл мәтін осындай сөзбен аяқтала ма деп тексеру үшін арналған.
Так, достар, өзіміздің алғаш тағы да бір айнымалы ғой, текст деп қояйық. Бұл текстің аты I love JavaScript. Енді біздің іздеу керек сөз, let search. Бұл бізде JavaScript. Яғни осы мына бір мәтіннің ұзын мәтін ішінен JavaScript деген мәтін бар ма деп іздегіміз келіп отыр. Текст нүкте бізге табу керек нәрсе includes search. Бұл бізге деп қайтарады, яғни true деген қайтарады. Яғни бұл JavaScript деген мына сөз мына бір үлкен мәтін ішінде бар. Егер де біз мына JavaScript 2 деп жазатын болсақ, мына бір JavaScript 2 деген сөз мына мәтін ішінде жоқ. Өйткені қарасаңыздар айырмашылық бар, иә. Біз браузерға тексеріп көре аламыз бұның барлығын. Мысал ретінде console.log text includes жоғарыдағы жазылған нәрсені search go live батырмасын басамыз. Сәйкесінше біздің папка бұл string таңдап аламыз. Консольді ашамыз браузердің. Қарасаңыздар, бізде, яғни мына бір мәтін, JavaScript деген мәтін бізде мына ұзын мәтін ішінде бар. Ал өзгертетін болсақ, сақтасақ, бұл жоқ, false, яғни табылмады бұл мәтін. Сол сияқты бізде start with, end with-ді осындай мақсатпен жұмыс іздейді. Бірақ start with-дің мақсаты бұл, яғни мына бір JavaScript деген сөз мына басында кездесе ма деген сөз. End with сәйкесінше қарамарсы, мына бір мәтін JavaScript деген мәтінмен аяқтала ма дейді. Мысал ретінде былай істеп көрейік. console.log text бұл біздің үлкен мәтін start with I деп алайық, мысалы. I деп алайық. Өйткені бұл немен басталады? Қарап тұрсаңыз, біздің мәтін, ұзын мәтін I деген әріппен басталады, сөзбен. Тексереміз, true қайтарды. Мынаны біз пока коммент етіп қояйық, көрінбесін. Қарасаңыздар, true'ді қайтарды, достар. Сәйкесінше. Қарасаңыздар, true'ді қайтарды. Өйткені біздің мәтін I деген сөзбен басталған. Енді біз мынаны тағы да астына келесі console.log text and with мысал ретінде мына бір search деп қояйық. Бізде ол search негеден JavaScript кеткен, яғни біздің мәтін JavaScript-пен аяқтала ма дейді. Бұл бізге true'ді қайтарды, қарасаңыздар. Осылай біз іздеу операция, яғни бір мәтін, ұзын мәтін ішінен бір сөзді, бір әріпті іздеу үшін осындай бір методтарды қолданамыз. Келесі қызық методтардың бірі ол slice. Slice'ның мақсаты, яғни бөліп алу. Ағылшын тілінде бұл бөліп алу деген сөз. Мысал ретінде мына бір I love JavaScript-ті, мына JavaScript деген сөзді бөліп алғымыз келетін болса, бөліп алғымыз келетін болса, түпкі мына бір ненің ішінен, мәтін ішінен, ұзын мәтін ішінен, ол үшін slice методын қолдансақ болады. Текст, бізде slice. Қарай, енді санаймыз, бізде мына жерде санау керек. Достар, тағы да бір ерекшелік тақырып стрингке қатысты. Бұл, яғни әр әріпте өзінің индексі болады. Индекс деген сөз, соның, яғни саны. Мысал қарасаңыздар, бірінші түрі, келесі тұрған нәрсе, ол бізде пробел, ол екінші түр. Үшінші тұрған нәрсе, бұл LRP, бұл 3, 4, 5 деп сөйтіп кетеді. Бірақ индекс бұл бізде 0-ден басталады, достар. Есте сақтау керек, индекс программиринг тілінде, кез келген тілде ол 0-ден басталады. Сәйкесінше бізде I деген сөз точнее, бұл жерде 0, пробел ол 1, L бұл 3, сөйтіп кетеді, соңына дейін кетеді. Енді біз қалай есептейміз? Бізде мына жерде slice қарасаңыздар, love деген сөзді алайық, love деген сөз 0, 1, 2, 2-ден бастаймыз, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 деп жазып көреміз. Осыны консольге теріп көретін болсақ, достар,